Дінімізде нәпіл намаздардың ішінде сондай бір ерекше бір орны бар намаз бар, және ол намазды орындаған адамға Алла Тағала оған жолын аштырып, жәрдем беріп, көмектесіп, қажетті өзінің таңдауын істеуіне Алла Тағала жол көрсетеді екен. Ол истихара намазы. Ардақты пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, осы қандай да бір мәселеде осы истихара намазына жүгінетін еді, және осы намазды сахабаларға үйретіп айтқан болатын. Осы орайда келесі хадиске көңіл бөлсек, ол жерде Фит-Тирмизи ан Саид ибн Аби Ваққас радиаллаху анху анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал: Мин саадати ибн Адама кафрату истихарати лиллахи ва ридаху бима қадаллаху лаху. ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى له. Яғни Тирмизи риуаятында келген хадисте Саад ибн Аби Ваққас, Алла одан разы болсын, Алла елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, бұлай деп айтқандығын келтіреді. Адам баласының бақытты болуында, бақытқа кеңеюіне себеп болатын сондай бір нәрсе Аллаға истихара ету, яғни истихара намазын оқу. Истихара дегеніміз Алладан жәрдем көмек сұрау деген деп мағына келтіруге болады. Және сондай бір бақытқа кенеледі адам баласы, егер осы истихара намазын оқып, Алла Тағала оған нәсіп етіп бұйырған нәрсесіне риза болатын болса, міне сонда ол адам баласы бақытқа кенеледі екен. Ал адам баласын бақытсызға ұшырайтын сондай бір себеп, егер ол Аллаға истихара етуді тәрк ететін болса, орындамайтын болса, және де Алла Тағала оған нәсіп еткен, бұйырған нәрсесін, сол нәрсеге егер ашуланатын болса, соған егер ризашылық танытпаса деген екен бұл хадисте. Жабир радиаллаху анху, Алла одан разы болсын, ол Алла елшісінің бұлай бізге истихара намазының қалай Құран кәрімдегі сүрелерді, аяттарды бізге үйреткен болса, истихара намазында дәл солай бізге үйреткендігі туралы Жабир, Алла одан разы болсын, бізге жеткізген. Және де ол былай деп айтады, былай деп келтіреді: егер қайсы бірлерін сіздерден бір іске қатысты сондай бір уайымдайтын болса, немесе соны бір ниеттеніп, бір істі ниеттеніп, соны бастамақшы болатын болса, олай болатын болса, ол парыз намаздан бөлек болған 2 ракағат, 2 бас намаз, истихара намазын оқысын дейді. Яғни фалярка ракатайни мин гайрил фаридати. Одан кейін ол истихара намазынан кейін мынандай бір дұға жасасын дейді. Аллахумма инни астахирука би'илмика. Ей Аллам, мен сенің өзіңнің білімімен сенен жәрдем көмек сұрайым дейді. Ва астақдирука биқудратика. Яғни өзінің құдірет күшімен маған көмектесуіңді сұрайым дейді. Ва ас'алука мин фадликал азими фа иннака тақдиру ва ла ақтиру. Және өзінің ұлы бір кеңшілігімен, артықшылығымен, ұлылығымен сенен сұраймын дейді. Өйткені сен барлық нәрсеге құдірет күшін жетеді, және менің ешқандай бір күшім, құдіретім жоқ деп дұға ету керектігі туралы айтады. Ва та'ламу ва ла а'ламу ва анта алламул ғуюб. Сен барлық нәрсені, жасырын мен жарияны, көместегі нәрсені, ғайыптағы нәрсені барлығын сен әлбетте білушісің, ал мен болсам оны еш нәрсені білмеймін. Расында сен ғайыптардың барлығын, көместегінің барлығын сен расында білушісің деген дұғаны жасау керектігін туралы хадистерде келтіріледі. Сондай-ақ сол дұғаның жалғасында: ей Аллам, егер сен білетін болсаң, бұл жасалынайын деп жатқан, алда күтіп жатқан істің маған бір дініме, және осы ақиретіме, және осы дүниедегі тіршілігіме қайырлы болса, маған жақсыға әкелетін болса, онда Алла Тағала сол ісімне мені жеңілдете көр, соған мені жеткізе көр деп дұға жасау керек. Және ол істе маған жеңілдік бере көр, берекетінді бере көр деп айту керек. Сондай: ва ин кунта та'ламу анна хадал амру шаррун ли
фи дини ва мааши ва ақибати амри фасрифху анни. Ал енді ол іс, алда күтіп жатқан менің ісім, менің көздеген мақсатым маған дініме және осы дүниедегі және ақыретіме бір жамандық әкелетін болса, жақсылық келтірмейтін болса, онда оны менен алыстата көр және мені ол нәрседен сақтай көр деп дұға жасау керектігі туралы истихара намазында осы айтылған екен. Ал қадірлі жамағат, олай болатын болса, осы истихара намазын оқылуына қатысты мынандай бір хадистерден келген, сахабалардан келген, тізбекпен келген мынандай бір мәлімет бар. Ол жерде екі бас намаз оқылынады, ниет етесіз истихара намазын оқуға, жүзіңізді қыблаға қаратып, және ол екі бас намаз оқыған кезінде намаз бастамай жатып, Аллаға мақтау мадақ, пайғамбарымызға салауат айтып бар бастаған абзал болады дейді. Және осы екі бас намазды оқығаннан кейін, екі ракағат намазды, одан кейін де Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауат айтып болып, сосын өзіңіздің қалаған дұғаңызды, жаңа айтып өткен дұғаны айтып, Алладан сұрағаныңыз дұрысырақ болады дейді. Ал енді сол истихара намазында қандай сүрелер оқу керек деген турасында айтылынады. Бірінші ракағатта Фатиха мен Кафирун сүресі, ал екінші ракағатта Фатиха мен Ихлас сүресін оқыған жақсы болады делінеді. Сондай-ақ тағы бір риуаяттарда айтады, сол жаңағы айтып өткен Фатиха және Кафирун сүресінің алдында Қасас сүресінің 69-68 аяттарын оқыған дұрыс болады. Ал екінші ракағатта Ихлас сүресінің алдында Ахзаб сүресінің 36 аятын оқыған дұрысырақ болады деп айтылынады риуаяттарда. Ал қадірлі жамағат, бұл истихара намазы бізге не береді? Жаңа айтып өткеніміздей, егер сіз бір мақсатта, бір көздеген бір ісіңізде таңдау жасаған болсаңыз, қайсысы қайырлы, қайсысы сізге керек жоқ екенін білмейтін болсаңыз, және сізге бір кеңес керек болса, көмек керек болатын болса, ең әуелі осы истихара намазына жүгініп, Алладан жәрдем сұрап, Алладан тілеу керек. Және мынау ғалымдар айтады осы истихара намазына қатысты. Егер сіз бір рет қана оны оқысаңыз, және сізге ешқандай бір белгі келмейтін болса, оны қайтадан бірнеше мәрте оқыған дұрыс дейді. Күнде сол намазды қайталап оқыған дұрыс дейді. Сол Алладан сізге белгілі бір белгі келгенге дейін. Және ғалымдар айтады, ең жақсы бір нәрсе осыны әдетке айналдырған. Мәселен, егер сіз бүгін сол истихара намазын бастағыңыз келсе, таң намазына дейін, бесін намазынан кейін, ақшам намазынан кейін, құптан намазынан кейін оқысаңыз, және Алладан сұрап дұға етсеңіз, сол белгілі уақыттарда, белгілі мезеттерде сол жақсы нәрсе болады дейді. Яғни әдетке айналдырсаңыз. Және ғалымдар айтады, истихара намазының бір жақсы бір ерекшелігі, Алла тағала әлбетте сізге белгі береді. Егер сіздің жолыңыз сол көздеген мақсатыңызға, бір ісіңізге дұға жасай отырып, истихара оқып, соған кіріссеңіз, және сол ісіңіз жеңіл болып, жақсы болып, жолыңыз ашылса, демек Алла тағала сізге сол ісіңізге қайырлы, берекелі етіп, соны нәсіп еткені деген сөз. Ал егер сіз истихара оқып барып, сол іске кіріссеңіз, және сіздің ешқандай бір жолыңыз болмай жатса, сол ісіңіз алға баспай жатса, демек ол істі тастап, бірден басқа іске, қайырлы болатын іске көшкеніңіз дұрыс болады деп ғалымдар бізге нұсқап айтады. Міне, бүгінгі осы тақырыбымыз истихара намазы. Осы намазды біле жүрейік, орындайық, Алладан жәрдем, көмек сұрайық. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.